Кісі шошырлық сандар. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, соңғы бір жылда Қазақстанда ауылдардың 78-і картадан жойылып кетті. Өткен жылдың 1 шілдесіндегі дерек бойынша елде 6208 ауыл тіркелген, бұл бір жыл бұрынғыдан 78 ауылға аз. Ал 2022 жылы елді мекендер саны 6295 болған. Айта кетерлігі, жойылған 78 ауылдың 25-і Түркістан, тағы 25-і Қостанай облыстарына тиесілі. Қалған 28-і Алматы, Шығыс Қазақстан, Абай және Қарағанды облыстарына тиесілі. 1 шілдедегі жағдай бойынша ауылдарда ел халқының 37,13% тұрды. Ұлттық статистика бюросының ақпаратына сенсек, 2014 жылы 6724 ауыл есепке алынған. Сөйтіп, соңғы жылда 516 ауыл жабылғанын көріп отырмыз. Мамандардың айтуынша, ауыл санының азаю үрдісі соңғы уақытта тіпті жеделдей түскен. Қазіргі төмендеу соңғы 4 жылдағы ең күшті болып отыр. Болашақта да бұл теріс динамика сақталуы мүмкін. Қазақстандағы ауылдық елді мекендердің жартысынан астамында халық саны 500 адамнан кем. Сондықтан олардың даму әлеуеті төмен деп бағаланады.